Қозғалтқыштың гидроудары дегеніміз не және оны қалай болдырмауға болады? Гидроудар қозғалтқышқа су кірген кезде пайда болатын ауыр ақау. Су сығылмайтындықтан поршендерге қысым түсіп, шатундар майысып, мотор істен шығуы мүмкін. Су қозғалтқышқа қалай түседі? Ауа қабылдау жүйесі арқылы терең шалшықтан өткенде су сүзгіге өтіп, жану камерасына түседі. Салқындату жүйесіндегі ақаулар радиатордан ағатын сұйықтық цилиндрлерге жетуі мүмкін. Тығыздағыштардың тозуы жарықтар арқылы сұйықтық еніп кетеді. Гидроудардан қалай сақтануға болады? Терең шалшықтардан өтпеу, қозғалтқыштың салқындату жүйесін тексеру, тығыздағыштарды уақытында ауыстыру. Егер гидроудар орын алса, көлікті бірден тоқтатып, эвакуатор шақырған жөн. Қозғалтқыштың гидроудары дегеніміз не және оны қалай болдырмауға болады? Гидроудар қозғалтқышқа су кірген кезде пайда болатын ауыр ақау. Су сығылмайтындықтан поршендерге қысым түсіп, шатундар майысып, мотор істен шығуы мүмкін. Су қозғалтқышқа қалай түседі? Ауа қабылдау жүйесі арқылы терең шалшықтан өткенде су сүзгіге өтіп, жану камерасына түседі. Салқындату жүйесіндегі ақаулар радиатордан ағатын сұйықтық цилиндрлерге жетуі мүмкін. Тығыздағыштардың тозуы жарықтар арқылы сұйықтық еніп кетеді. Гидроудардан қалай сақтануға болады? Терең шалшықтардан өтпеу, қозғалтқыштың салқындату жүйесін тексеру, тығыздағыштарды уақытында ауыстыру. Егер гидроудар орын алса, көлікті бірден тоқтатып, эвакуатор шақырған жөн.